қазақ шаттанса да қолына домбыра алған, қазақ мұңайса да қолына домбыра алған, мұңын домбырамен зарлатып отырып жеткізген, шаттығын домбырамен төгіп отырып жеткізген. Жалпы қазақ руханиятына шабуыл жасалғанда шабуыл домбыраға жасалған. Баяғы кезде 30 жылдардың басында білесіздер, одна палка две струны деп домбыраны мазақтап, бұл ескіліктің сарқыншағы, бұл кер тартпа дүние дегенде жалпы отарлаушы ел сол халықты рухани үстемдік жасау үшін оны негізгі ұстынына шабуыл жасаған түсінікті сол кезде қарап отырсаңыз, домбыра біздің негізгі осы тарихымызды екі шегіне сыйдырған ұлы аспап. Бекерден бекер Мұқағали домбыра жүрегімен үндеседің, сенімен сырласындай тілдесемін. Бабамнан қалған мұра сен болмасаң, өнердің не екенін білмесем, бекер айтқан жоқ. Жай ғана үн тыңдаңыздаршы. Дегенде қаншама сыр жатыр. Я болмаса шаттанғанда күлкіңді жетсем десең де домбырамен жетсесің, мұңыңды жетсем десең де домбырамен жетсесің, шалқим десең де домбыра қолыңда, ойланам десең де толғанам десең домбыраң қолыңда. Ал сол домбыраның күні, сол домбыраны ұлықтауымыз, бұл ұлтты санамыз ұлықтауымыз. Осыны жастар білсе, осы домбыраның қадірін кейінгі ұрпақ білетін болса, біз елдігімізді сақтауға толығымен жол ашамыз.